Сәлем, көрермендерім. Менімен бірге фунчоз салатын дайындаңыздар. Өте дәмді, өте тойымды жаңа жылға қоюға дастарханға. Өте керемет салат. Ол үшін бізге фунчоза лапшасы керек, чим-чим керек, болгар бұрышы, жуа, сәбіз және қияр қажет. Және суды қайнатып аласыздар. Қайнап тұрған суға фунчоза лапшасын саласыздар. 10 минутқа бұқтырып қоямыз. Бетін жауып қоясыздар. 10 минут тұрады. 10 минуттан артық тұрса езіліп кетеді. Дайын болғаннан кейін сүзекіден сүзіп аламыз. Етті осындай ұзыншақ турайсыздар. Мына жерде қызып тұрған тапаға етті сүзіп қуырамыз. Астындағы оты орташа болу керек. Және қуырып аласыздар. Піскенге дейін жұмсақ болып. Енді осыған біз жуа араластырамыз. Осындай бір жуа болады. Екіге бөлесіздер де жұқалап турап аласыздар. Енді осыны қазір етке қосамыз. Етке қосып араластырамыз. 1 минут қуырсаңыздар болады. Сәбізді чүркіден өткізіп аламыз. Және болгар бұрышын турап дайындап аламыз. Ұзыншағын. Екеуін дайын болғаннан кейін қазір бұны да етпен қосып араластырып қуырамыз. Сәбіз бен болгар бұрышын 1-2 минут қуырсаңыздар болады. Орташа отта. Одан артық қуырудың қажеті жоқ, езіліп кетеді. Және қиярды турап дайындаймыз. Менде бұл жерде 2 қияр, соны ұзыншағып турап аламыз. Және өзімнің қолымда укроп пен кинза бар. Осы көк көкөністі турап дайындайсыздар. Дайын фунчозаға қиярымызды қосамыз. Тападағы қуырған етімізді қосамыз. Болгар бұрыш, сәбізі бәрі араласқан. Және меште көкөнісімізді қосамыз. Чим-чим қосамын мен бұл фунчозаға. Тұз, бұрыш ешнәрсе қоспайсыздар, өйткені ішінде құрамында барлығы бар. Және сояны араластырып жібересіздер. Барлығын әбден араластырып аласыздар. Дайын болғаннан кейін дастарханға жаңа жылға қоя берулеріңізге болады. Құрметті көрермендерім, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Пайдалы болып жатса, лайктарыңызды басып отырыңыздар. Міне фунчоза салатымыз дайын. Жаңа жылда дастарханыңызды осындай фунчоза салатымен әдемі қылып қоюларыңызға болады. Менің жасаған фунчоза салатым сіздерге ұнап жатса, лайктарыңызды басыңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.